أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حرمة جماعة Musa aleyhisselamның қиссасын, оқиғасын оқып жатырмыз. 4 сабақты өткізген екенбіз. 4-еуі де YouTube каналымызда бар. Қарайын дейтін кісілер болса, бүгін нәсіп етсе 5-ші сабақ. Алла бұйырса бастаймыз. Ең соңғы сабақта нені айттық? Сиқыршылар мен Муса алейхиссалам арасында оқиғаны айттық. Алла Тағала Муса алейхиссаламға айтқан еді, қорықпа деді. Құлна ла тахаф иннака антал а'ла. Біз айттық Муса алейхиссаламға, қорықпа. Яғни Алла айтады, мен айттым. Не деп айттым? Ла тахаф, қорықпа. Иннака антал а'ла. Үстен болатын сенсің, яғни сен ұтасың, жеңесің, қорықпа бұлардан. 13 мың ба, 7 мың келіп тұрма, 70 мыңы келіп тұрма, қорықпа. Және қала ла тахафа. Екеуіңіз қорықпаңыздар дейді. Бұл басқа аятта. Иннани ма'акума асмa'у ва ара. Расында мен сендерді естеймін және көрем. Барлық нәрседен хабардармын. Бүкіл нәрседен хабарым бар дейді Алла Тағала. Мен сендер жақтанмын дейді. Ошын. Сендер жақтанмын. Қорықпаңдар деді. Сөйтіп Муса алейхиссалам жеңеді жаңа сиқыршыларды. Сиқыршылар бастап көрсетеді, бірақ олар әдепті болады. Сіз бірінші бастайсыз ба немесе біз бірінші бастайық па деді. Сендер бастаңдар деді. Сол әдептеріне байланысты Алла Тағала оларға иманды нәсіп етті, хидаятты нәсіп етті, тура жолды нәсіп етті Алла Тағала оларға. Сөйтіп жаңа сиқырларын көрсеткеннен кейін, әлі мұсылман емес сиқыршылар, Муса алейхиссалам Алла Тағала бұйырды, әмір етті, қолындағы таяқты асан таста деді. Ол су'бану мубин, үлкен жыланға, айдақарға айналды да, жаңағы бүкіл сиқырлардың барлығын бүйтіп жұтып алды. Үйде пелесоспен үй тазалайтын болса, жаңа үйдегі кісілер, шамды бүйтіп жұтып алады, тап-таза қылып. Сөйтіп, бұл енді мысал, сөйтіп аналардың сиқырларын жұтып алған еді. Сол кезде жаңа сиқыршылар қорқып, бұл деген басқаша бір күш. Бұндай күш бізде жоқ. Бұлар тура жолда деп, фаулқия сахарату суджада. Сол кезде бүкіл сиқыршылар сәждеге жығылады. Және қалу былай деп айтты дейді: "Аманна, біз иман еттік. Би Робби Харуна ва Муса, Муса мен Харунның Раббысына біз иман еттік" деп мұсылман болады. Алейхимассалам, пайғамбарларға Алланың сәлемі болсын. Сөйтіп, бұлар мұсылман болған еді. Кейін не болды? Қалай жалғасты? Сол туралы бүгін. Таха сүресінің 71-ші аятында Алла Тағала былай дейді: "Қала амантум лаху қабла ан азана лакум". Жаңағы жағдайды көріп жатқан Фирғаун былай деп ашуланды дейді сиқыршыларға. Яғни мен сендерге рұқсат бермей тұрып, ешқандай рұқсат еткен жоқпын мұсылман болуларыңа. Берем ба, бермеймін ба, ол да мәчхул, белгісіз. Қалайша сендер мұсылман болып кетесіңдер деп ашуланды дейді Фирғаун сиқыршыларға қарап. Сосын былай деп жалғастырды дейді: "Иннаху лакабирукум аллади алламакумус сихр". Мына сендерге сиқырды үйретіп жүрген, демек, бұл Муса екен ғой деп айтты дейді. Яғни осы адам сендердің ұстаздарың екен ғой деді дейді жаңағы сиқыршы. Сосын жаңағы Фирғаун сиқыршыларға: "Фала уқатти'анна айдиякум ва аржулакум". Әлбетте сендердің қолдарыңды кесем деп айтты дейді жаңағы Фирғаун. Мені тыңдаған жоқсыңдар, мұсылман болып кеттіңдер, енді сендерге жаза әлбетте қолдарыңды кесем, ва аржулакум, аяқтарыңды кесем. Бұл Құрандағы аят. Қалай қылып кесем? Мин хилаф, жаңағы крест, накрест қылып кесем дейді. Яғни оң жақ қолдарыңды кессем, сосын сол жақ аяқтарыңды кесем. Сол жақ қолдарыңды кессем, кейін оң жақ аяқтарыңды кесем деп осылай айтты дейді Фирғаун. Және де вала усаллибаннакум фи жуду'ин нахл. Және де сендердің денелеріңді жаңағы құрманың бұтақтарына асып қоямын деп айтты дейді. Сосын вала та'ламунна айюна ашадду азаба ва абқа. Сөйтіп көретін боласыңдар, көздерің жететін болады. Кімнің азабы қатты екен? Менің азабым қатты ма, немесе Мусаның Раббысының азабы қатты ма? Көретін боласыңдар деп үш жолы айтты дейді жаңа Фирғаун. Ұятсыз, жаман адам болып тұр ғой енді. Сол кезде сиқыршылар былай дейді:
Таха сүресінің 72-ші аяты, келесі аят. Болды дейді сиқыршылар. Фирғаун, басты қатырма. Бәрі бітті. Біз мұсылман болдық. Тура жолды таптық, дінге кірдік. Алла бізге нәсіп етті тура жолды. Бізді жаратқан, жоқтан бар еткен Алла тағаладан сені артық көре алмаймыз деп айтты дейді жаңа сиқыршылар. Фатарона фақодима антақад. Не жасағын келсе бізге? Жаса, сразу жаса, біз дайынбыз деп айтты дейді. Бұл сөзді айтқызып тұрған не? Жүректеріндегі иман ғой, иманның күші. Қорқпаймыз деп тұр ғой. Не істесең жаса. Біліп тұр да олар. Иннама тақуди хадихил хаятад дуния. Ей Фирғаун, сенің әмірлігің, сенің басшылығың, патшалығың бұл уақытша дүниеде ғана жүреді. 5 күндік, 3 күндік осы дүниеде ғана жүреді. Ал ана өмірде, ана мәңгілік, бақилық болған, әбәдул әбәд болған, ана өмірде, ақыретте сенің әмірлігің жүрмейді. Сол үшін сен уақытша дүниеде бір патшасың өзінше. Ал бер үкіміңді кес. Не істейсің бізге деп айтты дейді. Және сөзден жалғастырды дейді. Инна аманна би раббина. Біз Раббымызға иман келтірдік, ешқандай күмәнсіз. Не үшін иман келтірдік? Неге мұсылман болдық біз? Бұл сиқыршылардың сөзі. Лияғфира лана хатаяна. Алла Тағала біздің қателіктерімізді, білмей жасаған жаңа күнәларымыздың барлығын кешіру үшін, кешіріліп кету үшін біз Раббымызға иман еттік. Және де уама акрахтана алейхи минас сихр. Біз осындай бір сиқырмен айналастық. Сен бізді мәжбүр қылдың, сиқыр көрсеттік. Осындай қателік істерге бастықтық, жаман нәрселер жасап қойдық. Осының барлығы кешірілу үшін, қателіктеріміздің, күнәларымыздың барлығы кешірілу үшін біз Раббымызға иман еттік деп айтты дейді. Қорқпай тұр ғой. Басқа бір аятта былай дейді. Осы азапты жасады дейді жаңағы Фирғаун. Кесіп бастады дейді, қолдарынан, аяқтарынан қинап. Сол кезде қылған дұғалар, соңғы сөздер дейді жаңағы сиқыршылар. Негізі сиқыршы деп айтпай, керісінше жақсырағы, абзаларға былай деп айтқанымыз дұрыс. Сиқырлықты тастап, мұсылман болған адамдар десек жақсырақ болады. Енді біздің уақыт жоқ қой, енді өйтіп айтып отыратын. Сіздер түсініп отырсыздар ғой. Бәрі менен ақылды адамсыздар. Алла разы болсын. Сол үшін сиқыршы деп айтып кете берейік. Бірақ тастады сиқырлықты. Жаман жолды тастап, мұсылман болған адамдар. Соларды қинап жатқан уақытта соңғы дұғаларын қылды дейді. Ол басқа сүренің басқа аятында. Не деп айтқан екен? Аллахым бізге сабыр бер. Бізді сабырлы қыл. Оңай нәрсе емес, кесіп атыр шырылдатып, шыңғыртып. Қолымызға бір ине батып кетсе, шыңғырамыз. Бір тонны боғауыз айтамыз. Қайдан шықты мына ине, анау мынау. Сосын күмәнданасың, мына сиқыр ма деп тағы да. Сосын молдан басын ауыртасың апарып, мынау не деп. Бүкіл уақытын алып. Олар айтып жатыр, жаңағы мұсылмандар, бізге сабыр бер, шыдайық. Және мұсылман болған күйде жанымызда алшы деп дұға қылды дейді. Бұлай деп айтқан жоқ. Аллахым бізді өлтірме, бізді құтқар. Жоқ, олай айтқан жоқ. Бізді сабырлы қыл, және жанымызды мұсылман болған күйде ал. Біз дайынбыз деп тұр ғой. Өлтірсе өлтіре берсін, уақытша бір азап. Шыдаймыз. Шынында Фирғаун осылардың барлығын шәһид қылады. Өлтіреді. Таң атпай кәпір болып тұрған адамдар еді, кешке жақын шәһид болып кетті. Алла жолында жан тапсырып кетті. Себеп не? Бір әдеп. Пайғамбарға әдеп көрсетті. Сіз бастайсыз ба, біз бастайық па? Көрдіңіз ба? Сол үшін адам күнә жасап, ешқашан діннен шықпайды. Күнә жасап, ешқашан діннен шықпайды. Әдепсіздік жасап діннен шығады адам. Діннен шығудың да 3 жолы бар. Соның біреуі, мысалы, сақалды көрді, немесе шапан көрді бір кісінің үстіне. Прикол ұстайтын болса, мазақ қылып, әдепсіз болатын болса, анау не, ешкінің сақалын ойып алыпсың деп мазақ қылса, оған айтамыз, ей, тоқта, тәубаңа кел. Ойбай, кешір деді ма, кешіріп кетеді. Жоқ, қайдағы тәуба деп тағы мазақ қылса, үстіңе халат киіп алыпсың, басыңа тазик киіп алыпсың деп сәлдені мазақ қылып, ол әдепсіз болған үшін діннен шығып кетеді, Құдай сақтасын. Сол үшін әдепсіз болу діннен шығарады. Әдепті болу керек. Бұл
жаңағы сиқыршылар мұсылман болған адамдан барлығы сөйтіп шахид болады. Адамдар көбейіп бастайды. Алланы мойындап, пайғамбарды мойындап, Аллаға иман қылып, адамдар көбейіп бастайды. 620 мың адам болады. Муса алейхиссалам айналасында иманға келген. Біраз адам емес пе? Көп қой, альхамдулилля. 620 мың адам болды. Риуаяттарда солай келеді. Солардың біреуі Мәшита деген бір әйел адам болады. Бұл кім? Мәшита деген Фирауынның қызының шашын тарайтын әйел адам. Ал біз айттық, Асия анамыз бен Фирауыннан бала болған жоқ деп айттық. Бұл қалай? Фирауынның басқа әйелдерінен болған қыз. Ал Фирауын, Асия осы екеуінен бала болмаған. Фирауын ойлайды, мен күні-түні қосылып жүр, күні-түні бушида, туда-суда деп ойлап жүр ғой енді. Бірақ Алла Тағала Асия анамызды таза қылды. Фирауынға қосқан жоқ. Қалай болды? Асия анамызға ұқсас бір жынды жаратады, жынды. Сонымен қосылады екен күні-түні Фирауын. Ал жынмен қосылғасын бала болмайды. Адам баласы жынмен қосылса, қанша не қылса да көтермейді жын. Бірақ дәмін сезеді. Сезінеді кәдімгідей. Оларда сүйек деген нәрсе болмайды. Дене сияқты нәрсе болады, ұстасаң сезесің. Бірақ сүйек болмайды. Бүйтіп езіліп кете береді, жұмсақ болады. Сөйтіп жынмен қосылады деген күні-түні. Бала болған жоқ. Себебі Асия анамыз мұсылман болды, шахид болды. Алла жолында жан тапсырған адамдардан біреуі. Сол Мәшита анамыз, әйел адам, Фирауынның басқа әйелінен болған кішкентай қызы бар екен, соның шашын тарайды. Мәшита деген сөздің мағынасы сол. Шашта әдемі тараушы әйел адам деген сөз. Сол бір күні шашын тарап беріп жатқан кезде тарақ жерге құлап кетеді. Сол тарақты көтерейін деп жатқан кезде бисмиллах дейді, Алланың атымен деп айтып қалады. Ол мұсылмандардың айтатын сөзі. Сонда жаңа қыз естіп қалып, тоқта дейді, сен Алланың атымен деп айттың. Сен бұл жерде мен әкемді айтып жатқан шығарсың дейді, Фирғауынды. Қайдағы әкеңді дейді. Сен әкеңді де жаратқан жоқтан бар еткен, бізді де жаратқан, сені де жаратқан, бүкіл адамзат баласы, бүкіл әлем жаратқан ол жалғыз Алла дейді. Ана қыз ашуланып тұрып, әкесіне айтып барады. Басқа Аллаға табынып кетті. Бұл да сол Мусаның алейхиссаламның жолында сияқты бұл. Деген уақытта Фирғауын ашуланып, итак ашуланып жүр ғой. Адам көбейіп жатыр, альхамдулилля, мұсылман адамдар. Мәшитаны шақырады, мындай кел дейді. Сен нағыл деп айттың қызыма дейді. Осылай айттым. Оған да сөйлеттіріп тұрған не? Жүрегіндегі иманның күші. Өлімге білет өлетіндерін, шахид болатындарын білет, бастарын тік ұстап кетіп бара жатыр, қорықпай. Фирғауын қорқытады, мен сені өлтірем дейді. Сенің екі қызың бар ғой дейді. Сосын күйеуің бар, соларды өлтірем мен. Тоқтат мына нәрсеңді, мені Алла деп айт дейді. Менен басқа Алла жоқ деп қояды жаңағы Фирғауын өзінше болып. Сен қайдағы Алласың дейді. Сен Муса алейхиссалам анау асасынан жыланға ауысқан кезде көрген уақытта бұтыңа жіберіп қойған адамсың сен. Ондай құдай болмайды дейді. Соң жаңағы ашуланып 5 жастағы қызын алып келеді екен. Екі қыздың біреуі 5 жаста, екіншісі бір қанша айдағы сәби, әлі еметін. Екіншісі сондай, біріншісі 5 жастағы қыз. Соны алып келіп отырғызып қойып, мойнына пышақты дегізеді жаңа. Міне өлтірем дейді. Мәшита анамыз не дейді? Ла илаха иллаллах, Муса калимуллах. Алладан басқа Алла жоқ. Муса алейхиссалам оның елшісі және сөйлескен пайғамбары. Негізі әр заманда сөйтіп кірген дінге. Мысалы, Иса пайғамбардың заманы болса, алейхиссалам, ла илаха иллаллах дейді, калима таухид. Сосын Иса рухуллах дейді, кіріп кетеді дінге. Ибрахим пайғамбардың заманы болса, қалай кіреді дінге? Тоже ла илаха иллаллах, Ибрахим халилуллах дейді, Алланың досы дейді, кіріп кетеді. Құранда аят, ваттахада Ибрахима халила. Алла айтады, мен Ибрахим өзіме дос қылдым дейді. Соны айтады да кіріп кетеді жаңа. Ла илаха иллаллах, Ибрахим халилуллах дейді, кіреді. Ал Муса алейхиссалам заманы қалай айтатын еді? Ла илаха иллаллах, Муса калимуллах. Тур тауында сөйлесті ғой. Сол үшін калимуллах дейді. Алламен сөйлескен пайғамбар. Ал Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам заманда ла илаха иллаллах, Мұхаммадур расулуллах дейді, кіріп кетеді сөйтіп.
Сол анамыз Машита деген кісі қоймайды дейді. Ла иляха иллаллах, Муса калимулла, анау ашуланып қызын өлтіреді. Өлтіргеннен кейін қанын алып бетіне жағып бастайды. Міне сен қызыңның қаны дейді. Көрдің бе, мен серьезно айтып тұрмын, өлтіремін. Ана енді күйеуіңді өлтіремін дейді. Кішкентай балаңды өлтіремін дейді. Бас тарт дейді, райынан қайт. Қоймайды сонда да. Сонда күйеуі араға түседі. Негізі күйеуі мұсылман емес, сол кезде мұсылман болады ғой. Сен Фирғауын жауыз адам екенсің дейді. Сен жаман адам екенсің. Кішкентай балаларды өлтіріп тастап жатсың. Мен иман еттім, Муса мен Харунның Раббысына иман еттім. Мен де мұсылманмын дейді күйеуі. Күйеуін де өлтіреді сол жерде. Кім қалды? Кішкентай баласы алды, еметін. Шырылдап жылап жатады ғой. Емгісі келіп. Бөпе ғой, бала ғой. Сонда көтеріп алып барады екен мамасына. Анау әлі көзін ашпайды, жаңағы иіскеп мамасын іздеп жатыр да, емейін деп. Жақындатады, енді алайын баламды десе бермейді, тартып алады. Бұны да өлтіремін дейді. Бас тарт дейді жаңа діннен. Уже күйеуімен үлкен қызы өліп кетті, шахид болып кетті. Сонда ойланып қалады екен анасы, оңай нәрсе емес қой. Кішкентай бір жүрегіне келеді екен, не істеймін, не қылам? Жүрекпен айтып тұрмын, бірақ тілмен айтып жүрейін ба? Маңызды мына жақ қой. Тілмен айта қойын, құтқарып алайын баланы деген ой келген кезде бала сөйлейді ғой. Я умма исбири фа иннаки алал хаққа. Ей анашым дейді, сабырлы бол дейді. Сен хақ жолдасың дейді. Бұл дүниенің азабы ана дүниенің азабының қасында ойнақ болады дейді. Сен шыда бұл азапқа дейді. Сен қалай күйеуіммен, яғни әкеммен сестрамды, әпкемді қалай жоғалтқан болсаң, қайтыс болып кетті ғой, бірақ сен иманыңды жоғалтпа дейді. Иманыңда бекем бол дейді. Біз кездесеміз. Осындай сөздерді сөйлейді жаңағы бала, Алланың құдіретімен. Сонда Машита анамыз қайтадан айтады ғой, ла иляха иллаллах, Муса калимуллах деген кезде кішкентай баласын да өлтіреді, бірақ Машитадан сұрайды, сен дейді, мықты батыр болып тұрсың дейді. Дініңде мықтысың. Ал не сұрайсың менен? Фирғауын болса да айтып тұр, соңғы сөзіңді сөйле. Таңғалып тұр ғой Фирғауын. Не істейін, не қылайын? Сонда Машита анамыз айтады екен, сен қазір мені де өлтіресің. Мен де өлтіресің, тірі қалдырмайсың. Бірақ бір сұрайтыным бар, біздің денемізді, мына сүйектердің барлығын жинап, бір жерге көмші, осыны сұрайым сенен дейді. Басқа бір риwayatта үлкен қызын бауыздап өлтіреді, күйеуімен кішкентай баласын өзін қайнатып тұрған май болады қазанның ішінде. Соған бір-бірден лақтырады. Сондай май қайнатып тұрған. Сонда айтады, жаңа майдың астына біздің сүйектеріміз, қалдықтарымыз қалады ғой, соны шашып лақтырып тастама, бір жерге көмші, осы мен сұрайтын дейді. Жақсы олай болса дейді. Машита анамыз лақтырып жібереді Машита анамызды. Кетеді сөйтіп. Енді қараңыз, арадан қанша жылдар өтеді, пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам Исра Миғраж оқиғасы бар ғой. Алла тағаламен сөйлесті біздің пайғамбарымыз. Муса алейхиссалам Тур тауына шығып, Алламен сөйлескен пайғамбар. Бірақ көрген жоқ Алланы. Ал біздің пайғамбарымыз көрді және сөйлесті. Сол үшін біздің пайғамбарымыз дәрежесі үлкен. Сол кезде пайғамбарымыз тозақтың ішіне кіріп көрді, азаптарды көрді болатын. Және жұмаққа кірген кезде деді ғой, иіскеді. Бұл хош иіс қайдан келіп тұрған иіс деді жұмақтың ішіндегі. Бұл деді, Жабраил алейхиссалам айтты. Бұл хадис, бұл Ибн Мәжәда хадис. Бұл хош иіс Машита мен күйеуінің және екі қыздарының қабірлерінен шығып тұрған иіс деп айтқан екен. Бір жерге жинады ғой. Сол жерден шыққан иіс жұмақтың ішін алып тұр ғой, хош иіс қылып. Қараңыз. Осы араларда Асия анамыз шахид болады. Осы оқиғаны көріп тұрған Асия анамыз ашуланады. Көз алдында қайтыс болып кетті. Фирғауынға айтады, сен мынау жасағаның дұрыс емес дейді. Фирғауын оған ашуланады. Сен де сатып кеттің бе бізді деген сияқты. Сен де мұсылман болып кеттің бе деп азаптайды Фирғауын өзінің әйелін Асия анамызды. Сол кезде оның иманы ашикар болады, яғни көрсетеді Асия анамыз. Мен де мұсылман болдым дейді. Асия анамыз жатқызып қояды, жаңағы ыстық топырақтың құмның үстіне айтқанбыз біз оны. Таспен басады, сонда да қоймайды. Сосын тасты көтеріп, тағы да сұраңдар дейді. Мүмкін қорқып, райынан қайтар. Жоқ,
сонда да қоймайды. Сол кезде не істейді? Тасты көтерген кезде қашып кетпесін деп, алақанынан, аяқтарынан қағат шегемен жерге. Қашып кетпесін деп. Сөйтіп азаптап барып тасты лақтырады үстіне. Осы араларда Асия анамыз қайтыс болады. Бір риуаят осы. Екіншісі, қалай біліп қалады Фирғаун мұсылман болғанын? Муса алейхиссаламмен жаңағы сиқыршылар бас сайынып жатқан уақытта сұрайды ғой. Қыптыйлар кім жеңеді дейді? Муса ма, сиқыршылар ма? Алейхиссалам. Сонда Муса жеңеді деді алейхиссалам. Сол кезде айтып қояды. Сондай нелер бар енді, риуаяттар. В общем, осы арада, осы кездерде қайтыс болып кетеді тоже. Енді Фирғаун ашулы. Қайтыс болып жатқан адамдар көп. 620 мың адам бар мұсылман болған. Сөйтіп Фирғаун не дейді? Жаңа Хаман дегенді шақырып алады да, Хаман деген уәзірі, оң қолы, ең жақын адамы. Соны шақырып алып былай дейді. Я Хаман дейді. Бұл Құранда аят. Вақала Фирғаун. Фирғаун айтты дейді Хаманды шақырып алып. Я юхал малау ма алимту лакум мин илахин гайри. Бірінші айналасындағы жаңа мықтыларды шақырды, басшыларды, ішінде Хаман да бар. Сосын соларға айтты дейді. Я біз не істейміз? Бастықтар, мен сендер үшін құдаймын. Меннен басқа құдайдың бар екенін мен білмеймін деп айтты дейді. Я Хаман деп Хаманды шақырды дейді. Хаман уәзірі. Хаманның бір жұмысы не? Жаңағы құрылыс, пирамида, анау мұноларды салады осы. Хаман деп Хаманды шақырды. Бүйтіп айтты дейді Хаман. Мен үшін балшыққа от жағып өрте, сосын бір мұнара жасап бер деп айтты дейді. Үлкен бір мұнара жаса, бір ғимарат жаса, мен соның үстіне шығам, сөйтіп бәлкім Мусаның Раббысымен кездесермін деп айтты дейді. Мусаның Раббысымен сөйлесейін. Бұқаласайын жаңа жалпақ тілмен айтқанда. Мен де құдаймын, жерде жүрген құдай, сен аспанда құдайсың, анау мынау үшін кездесейін деп осындай жындылық жасады дейді. Жаңағы бір қанша жылдың ішіне салып берді дейді жаңағы Хаман, үлкен ғой. Бұл үстіне шығады, сөйтіп шығып бара жатқан кезде Алла не қылады, әмір етеді, жаңағы құлайды. Тонналап салынған нәрсе ғой енді. Құлайды, сол жерде қанша адам өліп кетеді жай Фирғаунның. Жынды Фирғаунның, басқа жасамайтын Фирғаунның. Сосын одан кейін не істейді? Одан кейін Фирғауны бар, айналасындағы адамдар бар, енді жеңе алмай жатыр ғой. Айтты дейді: "Вақалу махма та'тина бихи мин аяти литасхарана биха, фама нахну лака бимуъминин." Бізді сиқырлау үшін қанша мұғжиза көрсетсең де, қанша мұғжиза, қанша сиқыр, олар енді сиқыр деп тұр ғой, қаншасын көрсетсең де, бәрібір саған сенбейміз деп тағы қарсы шықты дейді. Сол кезде Алла Тағала мына нәрселерді жібереді уже. Мысыр еліне топан суды жібереді, білетін шығарсыз шет жағасы. Шегірткелерді жібереді. Бит бар ғой, бит. Адам денесіне жаңа қаптап кетеді. Бит жібереді, бақалар жібереді, және қан жібереді. Мұғжиза. Яғни Муса алейхиссаламның басқа мұғжизалары. Біріншісі қандай еді? Асан лақтырған кезде жыланға ауысады. Екіншісі қойнына жаңа қолын тығып шығарғанда нұры болады. Енді қалған мұғжизалары бұл. Фа'арсална алейхимут туфан. Алла Тағала оларға жаңа Фирғаун және айналасында қыптыйларға ашық мұғжизалар түрінде жіберді. Нені жіберді? Бірінші ат-туфан, топан суды жібереді. Енді риуаяттарда айтылады, бір уақыт болды дейді сол кезде, ештеңе өспей қойды жер бетінде. Бұл бірінші риуаят. Жер бетінде ештеңе өспей қойды. Жаңа қыптыйлар Фирғаун айналасында адамдар жайлап Муса алейхиссаламға жақындады дейді. Фирғаун бірақ тәкаппар әлі. Я Муса, бір жаңбыр сұрашы Құдайынан, Раббыңнан. Мұнан қара, дым өспей жатыр. Бір су сұра, су керек. Сосын мүмкін біз де мұсылман болып қалармыз. Сонда Алла Тағала топан суды жіберді дейді. Тоқтамайды су, жауып жатыр жаңбыр, жердің астынан да шығып жатыр. Сол кезде бұлар айтады: ойбай, мұсылман боламыз дейді де, су тоқтайды ғой енді. Су тоқтаған уақытта, су біткеннен кейін жердің астынан жасыл шөп, жаңағы нелер өсіп бастайды, су келгесін. Сол кезде бұлар бітеді жаңағылар. Мә біз енді иман қылмаймыз дейді. Не болып қалды? Итакта бұл су тоқтайды екен ғой, тоқтағасын шөп итак шығады екен ғой, жасыл өсімдік. Саған иман қылмаймыз дейді. Сөйтіп бетіп бұрып кетіп қалады. Бұл бірінші риуаят. Екіншісі, су ағып жатыр, келіп жатыр, тоқтамайды.
Муса алейхиссалам тоқтат суыңды, иман қыламыз деген уақытта су тоқтайды. Сосын жаңағылар айтты дейді, су и так та тоқтайтын су екен ғой деп айтты дейді. Сөйтіп мұсылман болған жоқ дейді жаңағылар. Бұл біріншісі. Сосын екінші мұғжиза келеді. Ол не? Уал жарада, шегірткелер келеді. Жап-жасыл болып өсіп тұрған бақшалардың бәрін жеп кетеді жаңағы шегіртке. Сол кезде де жаңағылар келіп айтады, иман қылатын шығармыз, мүмкін тоқтатшы мына шегірткелер кетсін дейді. Шегірткелер кетеді, тағы да беттерін бұрып мойындамайды ғой тағы да. Сондай жынды бір не. Басқа істемейді деп айтамыз ба. Және уал қуммәлә битті жібереді Алла Тағала, биттер. Бәрі қышынып бастайды, жаңа бастары басы бит болып толып кетеді. Сонда да айтады жаңағы, тоқтатамыз, дінге кіреміз, анау мынау. Тағы да бет бұрып кетеді. Сосын уаддафадиа бақалар жібереді. Жаңа Қызыл теңіздегі бақалар, соның барлығы Муса алейхиссалам асасымен бұрған кезде бақалар қаланың ішін бәрін қаптап кетеді ғой. Қазанның ішін ашса бақа, шкафтың ішін ашса бақа, жатса бақа, тұрса бақа, осым жүрсе бақа, бүкіл жер бақа. Бақа уже. Сосын айтады, алшына бақаларымды тағы иман қыламыз дейді. Бақалардың барлығын жоқ қылады Алла Тағала, сонда да иман қылмайды ғой. Сондай бір не енді. Содан кейін не келеді? Уаддама қан келеді. Сөйлесе, түкірсе, жыласа, қан шығып бастайды денелерінен. Бұның барлығы кімдерге болып жатыр? Фирғаун және айналасындағыларға. Қыптиларға, Фирғаунды мойындайтындарға. Бірақ Исраил ұрпақтарына ештеңе болып жатқан жоқ. Сонда да тәкаппарланып, өздерінше мойындамай, адасқан күнәкар бір қауым болды дейді Алла Тағала. Аяти муфассалати фастакбару ва кану қауман мужримин. Енді Алла Тағала былай дейді, қараңыздар. Алла Тағала Муса алейхиссалам айтады ғой, енді бұларға мұғжизаларды көрсеттік, мойындаған жоқ. Қаншамасы өліп кетті, сонда да мойындаған жоқ. Үлкен жыланды көрсетіп беріп жатып, сонда да мойындаған жоқ. Енді ішінде болды жаңағылар, мойындағандар. Муса алейхиссаламның қасында 620 мың адам бар. Сөйтіп Муса алейхиссаламға Алла Тағала былай деп уахи етеді, қараңыз. Шуара сүресі 52-ші аят. Уже Мысырдан шық деп тұр ғой. Шық Мысырдан. Саған сенген, осым сені мойындап, маған иман қылғандарды жинада, шығып кет. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ. Шуара сүресі 52-ші аят. Алла Тағала Муса алейхиссалам былай деп уахи қылды. Мына Фирғаунның адамдары сендерді аңдып жүр, күні-түні қарайды, аңдайды. Сол үшін сендер түнделетіп шығыңдар Мысырдан, түнделетіп. Олар ұйықтап жатқан уақытта тағы басқа шаруалармен жүргенде түнделетіп шығып кетті. Сөйтіп 620 мың адам жиналады, түнде Мысырдан шығады Муса алейхиссалам. Енді Мысырдан шығайын десе, біраз уақыт адасады. Жолда адасады. Таба алмайды жолды. Түннің бір уақыты, былай шығайық десек, жота дұрыс емес сияқты, былай кетейік десек, тоже дұрыс емес сияқты. Сөйтіп Муса алейхиссалам жаңа адамды жинап алып, ақылдасады. Бұл риwаяттарда келтірілген. Тәфсірлерде бар. Бұны көбісі естіген жоқ. Сұрайды, не болып жатыр? Араларында бар ма жолды білетін? Деп сұрайды дейді Муса алейхиссалам. Қалай кетеміз? Былай ма? Сонда араларынан жаңағы Бәну Исраил ұрпақтарының ішінен бір үлкендер шығып, біз бұрынғы бір кітаптардан көрген едік, аталарымыздан еститін едік. Бұл жерде Юсуф алейхиссаламның, Юсуф пайғамбардың денесі бар. Ал Юсуф пайғамбар тірі кезінде айтып кеткен екен бауырларына, сендер көшетін болсаңдар Мысырдан, менің денемді бірге алып кетіңдер Мысырдан. Мына жерде мені қалдырмаңдар. Демек, Юсуф алейхиссалам денесін табайық, бір жерде көміліп жатыр, біз білмейміз. Арамызда білетін кісі болса айтсын, сол денесін алып, кетейік, сол кезде тура жол табамыз дейді. Ал Юсуф алейхиссалам кім? Аталары ғой. Ибрахим алейхиссалам 2 баласы болды дедік, Исмаил, Исхақ. Исмаил алейхиссаламнан біздің пайғамбарымыз келді. Ал Исхақтан кім келді? Алейхиссалам Яқуб деген пайғамбар келді. Яқуб алейхиссаламның 12 баласы болды. Соның біреуі кім? Юсуф алейхиссалам. Солардан келе жатқан балалар ғой енді. Ал Яқуб алейхиссалам екінші есімі Исраил. Сол үшін Яқубтың балалары десе, Исраилдің балалары деп содан қалған. Сол Юсуф алейхиссаламның енді денесі қайда?
Кім біледі деген кезде бәрі тып-тыныш болып қалады екен, біз білмейміз. Бір жерде жерленіп жатыр, бірақ осы жерлерде. Сонда бір үлкен кісі апа, әже шығып, я Муса дейді, алейхиссалам, мен білем дейді. Қай жерде жерленгенін білем мен. Бірақ екі нәрсені сұраймын сенен дейді. Пайдаланып қол керек қой. Бір нәрсе сұрақ қол керек. Сұра, не сұрайсыз? Біріншісі, мен үлкен кісімін, мен сенімен қазір сапарлап кетем, қайда кетіп бара жатқанын білмеймін. Сол үшін маған шаршап қалмауым үшін маған бір көлік қажет дейді. Бер бір нәрсені. Соған мініп алайын, сөйтіп кете берейін сенің қасында. Ол оңай, Алла Тағала үшін. Екіншісі не? Екіншісі, мен Алла Тағаладан сұраймын, ақыр заманда, ақыретте сен қай жерде жүрсең, сенің қасыңнан мені шығармасын, бірге болайын сенімен. Жұмаққа кетесің бе, бірге жұмақта болайын. Қай дәрежеде боласың, сол жерде болайын деп сұрады дейді жаңағы апа. Сол кезде Алла Тағала рұқсат етеді. Алла Тағала пайғамбарына уахи етеді. Сұраған нәрсесі берілді деп айтты. Қараңызшы, не сұрау болды? Умный да слишком. Сол кезде айтады екен, апа сізге бұл нәрселер берілді, енді көрсетіңіз дегенде, мына ағып жатқан теңіздің, мына судың астында деп айтады екен. Жаңағылар шулап кетті дейді, енді қалай аламыз оны біз? Су жүріп жатыр, анау мынау. Муса алейхиссалам оған Алла Тағала әмір етсе болды, оңай. Асасымен ұрған кезде жаңағы су тартылады, қазып бастаса, астынан табыт шығады, табыттың ішін ашса, Юсуф алейхиссалам денесі екен таптаса. Содан кейін табыт қайттан жау көтеріп алады да, жолды табады, шығып кетеді Мысырдан. Содан кейін не болды? Келдік Фирғауынның өліміне. Фирғауын, Алла Тағала Құранда айтқандай, олар аңдып, біледі адамдардың шығып кеткенін, арттарынан қуалап бастайды. Келеді, енді тупик тіреледі. Қайда? Қызыл теңізге. Сөйтіп тіреледі. Жаңағы кісі қорқып бастайды. Ой, бай, артта Фирғауын келе жатыр. Фирғауын қанша әскер бар айтайын, сол кезде келе жатқан. Риwаяттарда айтылған 1.700.000 адамы бар. Сондай әскермен келе жатыр қуалап. Сөйтіп бұлар келеді, жетіп келіп қуалап келеді. Муса алейхиссалам 620.000 адаммен Қызыл теңіздің жағасында тұр, өте алмай тұр. Бұлар ұзақтан көреді бір төбенің басына шығып. Сонда Фирғауын айтқан сөз бар Құранда. Иннаха улаи ла ширдиматун қалилун. Фирғауын айтты дейді, расында бұл аз ғой бұлар. Аз қауым бұлар деп айтты дейді. 620.000 адамды қарап тұр, бұлар аз ғой деп айтты дейді. 1.700.000 әскеріне сеніп тұр ғой енді. Сол кезде Фирғауын еще айтады дейді, бұларды өлтіріп керек емес, бұларды ана теңізге де батырып керек емес, бәріміз бір-бірден түкірсек, бұларға түкірігімізге батып кетеді ғой деп прикол ұстады дейді еще жаңағыдай Фирғауын. Тәкаппарланып тұр ғой. Қала асхабу Муса инна ла мудракун. Ал Муса алейхиссаламның қасындағы адамды көріп қалып, жаңағы Фирғауынды, келіп тұрған Фирғауынды, әскерлерін айтты дейді, ойбай, біз все. Сөз жоқ, біз қолға түстік. Бізді өлтіреді. Муса деп еще пайғамбарға қарсы шықты дейді жаңағылар. Сен бізді тастап кетпедің ба сол жаққа? Біз итак қиналып жүрген едік, бізді қинайтын еді. Ал мұндай қазір бізді көріп қалды, енді өлтіретін болды ғой деп пайғамбарға қарсы шықты дейді жаңағылар. Құтқарып алып келе жатыр ғой пайғамбар. Мысырдан алып шықты Фирғауынның жамандығынан. Құранда Алла айтты ғой, юзаббихуна абнааkum. Сендердің балаларыңды өлтіретін еді, әйелдеріңді жұмысқа салатын еді, өздеріңді үлкен жұмысқа, қиын жұмысқа салатын еді. Сендерді құтқарып алған жоқпын ба деп Алла Тағала айтты ғой. Осы Бәну Исраилға айтты Алла Тағала. Дей тұра, сондай жаман нәрселерден құтқарып келе жатыр. Жаңағы теңізді көріп, әскерді көргеннен кейін бәрі райынан қайтып кетті ғой енді. Пайғамбарға қарсы шығып тұр да енді. Тастап кете қоймадың ба бізді, қап өлетін болдық па деп. Сонда Муса алейхиссалам не дейді? Қала кәллә инна маия робби саяхдин. Олай емес дейді жамағатына қарап. Шынында расында Раббым менімен бірге дейді. Маған жол көрсетеді дейді. Қараңызшы, бізбен бірге деп айтқан жоқ Муса алейхиссалам. Сенбей тұр ғой жамағатқа, аналарға. Сондай шаршап кеткен ғой енді. Пайғамбардың басын ұрып тастаған. Бүйтсе қалай болады, сөйтсе қалай болады, шынымен де тірі қаламыз ба, қап ұстап алмай ма, былай бұрылмадық па, былай кетпедік па, мен жеп қойған ғой пайғамбар. Пайғамбар өзі айтып тұр, Алла менімен бірге дейді. Сенбейді. Қой деп тұр ғой. Ал Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам не деп айтты? Әбу Бәкір радиаллаху анхумен қашып келе жатқан кезде бір үңгірге кірді ғой. Қандай үңгір еді? Жоқ. Сәуір ғой. Соған кірді. Әбу Бәкір радиаллаху анху не деп айтты? Алла Расулы, тоқтай тұрыңыз, бір ішін тазалап шығайын деді. Мүмкін шағып алатын лас нәрселер бар шығар.
сөйтіп ішін бәрін тазалап жаңағы тесіктерін бәрін бітеп шығады ғой, шапанын жыртып көріп қалмасын бізді деп. Сөйтіп екі тесік бітелмей қалған екен, жетпей қалған. Сонда аяғымен табанымен бүйтіп тесікті бітеп отқан екен Абу Бәкір радиаллаху анху. Сосын пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам кішкене бір демалып алайын деді де санына басын қойып жатып демалды пайғамбарымыз. Сонда екі табанынан шаян келіп скорпион келіп шағады ғой Абу Бәкір радиаллаху анхуды. Ана тесіктерден кіре алмады. Шапанын бітеп қойғандай мұбарак. Табанын көрді де шаққан кезде шыдайды. Қатты қиналып кеткеннен көз жастары пайғамбарымыздың жүзіне түседі ғой. Бірақ аяғын сонда да тартпайды. Сондай махаббат. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам оянады, не деп айтады? Ла тахзан, қорықпа дейді. Инналлаха ма'ана. Расында Раббымыз бізбен бірге дейді. Көрдіңіз бе? Сеніп тұр ғой бізге. Үмметіне сеніп тұр. Расында Алла бізбен бірге. Ал Муса алейхиссалам не деп айтты? Расында Алла менімен бірге деді. Жамаатын көріп тұрса, не істеп жүрген? Пайғамбар шаршап жүрген ғой. Сол кезде фаухайна иля Муса алейхиссалам уахи еттік дейді Алла тағала. Әнелдіріп биасакал бахр, асаңмен теңізді ұр деп уахи еттік дейді. Қызыл теңіз ар жағы. Сол кезде Муса алейхиссалам асасымен теңізді ұрады. Сол кезде не болады? Теңіз аспанға көтеріліп кете ме, астынан өтіп кете ме адамдар, немесе теңіз кеуіп кете ме, сіңіп, ортасынан ашыла ма коридор болып не болады? Екі айла де. Біздің білетіміз осы. Негізі бір ғана коридор болмайды екен. Аятын жалғасын қараңыз. Фанталақа факана куллу фирқин каттаудил азим. Сөйтіп теңіз ашылып, жарылып, әрбір бөлімі үлкен тау сияқты болды дейді. Бұл жерде бір сөз бар. Куллу фирқин, әрбір бөлімі дейді. Ал біздің білетіміз бір коридор сияқты, я? Жоқ. Бір ұрғанда 12 коридор болып ашылған ғой теңіз. Әрбір бөлімі және тау сияқты дейді. 12 коридор тұр. Себебі 620 мың адам бар. Бәрі өту керек. Аналар қарап тұр енді ұзақтан. Бір ұрған кезде 12 коридорға ашылады және әрбір коридордағы жаңағы жан жағындағы су тау сияқты дейді. Сөйтіп өтіп бастайды. Өтіңдер дейді. Бәрі өтіп келе жатады. Кейбір адамдар Муса алейхиссалам артына түседі, кейбіреулер басқа коридорға кіріп кетеді. Енді 12 коридор, 12 жол. Сонда Муса алейхиссалам артына келе жатқанда тағы да мияулап бастайды ғой. Жаңа біздің артымыздағылар қайда деп. Олар біз тастап кетті ме? Мүмкін біз өліп қалатын шығармыз, олар құтылып кеткен шығар. Немесе олар Фирғаун, олар кешіріп жүрген шығар. Қап бізді өлтіретін болды. Тағы да басын ұрды дейді пайғамбар. Сонда Алла тағаладан әмір келеді. Асаңмен ұр дейді. Қайда ұрады? Жан жағына ұрады. Сонда жаңағы тау болып тұрған су стекла болады ғой. Жаңа терезе сықылды болады да бір-бірін көріп бастайды екен. Мұнда кетіп бара жатыр ғой бәкең. Сәкеға мұнда кетіп бара жатыр ғой деп. Тато сондай оңай қылып берген, сонда да жынды да жаңағы жамағат қоймайды. Көрдіңіз бе қандай жамағат, қандай қауыммен. Сөйтіп бір-бірін көрді дейді жаңағы. Былай ма, бізде былай кетіп бара жатыр деп. Сөйтіп өтеді олар, аман есен өтеді. Өткеннен кейін Фирғаун не істейді? Тыныш тұрмайды. Барлығында 1.700.000 әскер ме? Барлығында бір жылқыдан бар дейді. Ойлап көріңіз. Сондай бай, бәрінің қолында қылышы бар, найзасы бар, қалқаны бар, дайын. Қуалайды. Сөйтіп олар да кіреді. Алла тағала әмір етеді. Не дейді? وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ Муса алейхиссаламды және онымен бірге болған адамдардың барлығын құтқарып алдық дейді. Құтқарып алды Алла тағала, өткізді. ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ Сосын басқаларды суға батырдық дейді. Жаңа Фирғаун әскерлерімен полный бәрі суға батып кетті дейді. Осылай аят бітеді. Бұл бір сүредегі аят. Енді судың астында не болды? Ол туралы да Алла тағала айтады. Юнус деген сүреде. Айтайын ба? Батып жатқан кезде не болды? Юнус сүресінің 90-шы аят. Алла тағала былай дейді: وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ Исраил ұрпақтарын теңізден өткіздік дейді. Өтіп кетті. Исраил ұрпақтары аман есен өтіп кетті. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا Сол кезде Фирғаун және оның әскерлері миллиондаған. Жауыздықпен, дұшпандықпен оларды қуды дейді арттарынан. Сөйтіп қуып келе жатқан кезде орта жағына кел, не туда, не суда, не рыба, не мясо. Ана жаққа қарата шабайық десек жете алмайды, артқа айтайық десек жете алмайды, су уже жабылып жатыр. Тау сияқты, ойлап көріңіз. Теңіз жабылып бара жатыр. Өлетінін білді дейді Фирғаун.
Аскерлерді білді. Хатта ида адракахул гарақу, суға батайын деп өлейін деп жатқан сәтте қала айтты дейді. Жаңағы Фирғауын. Не деді? Аннаху ла илаха иллаллази аманат бихи бану Исраил ва ана минал муслимин. Былай деп айтты дейді. Мен мына Исраил ұрпақтары иман қылғандай, мен де иман еттім. Яғни Муса мен Харунның Раббысына мен де иман еттім. Мен және мұсылмандардан болдым деп айтты дейді жаңағы Фирғауын. Уж көріп тұр, өлетін біліп тұр, иманға келіп жатыр дейді. Алла Тағала не дейді? Әл-әна дейді. Ей Фирғауын дейді, қазір иманға келіп жатсың ба дейді. Әл-әна, қазір иманға келіп жатсың ба? Сен бұрын қандай едің дейді. Сен иманың уже қабыл қылынбайды. Сен өлесің дейді. Кәпір болған күйде өлесің, және де денеңді мына суға, судың астына балықтарға, құмға, топыраққа денеңді харам қылам дейді. Яғни балық жеп кетпейтін болады, су анда-мында алып кетпейтін болады, топырақ сені бетіп, төмен қарата тартып алып кетпейтін болады. Не істеймін дейді? Алла Тағала фәл-яума нунәджика бибаданика литакуна лиман халфака ая. Бүгіннен бастап сен денеңді біз сақтап қоямыз дейді. Құтқарамыз денеңді. Неге құтқарамыз? Сенен кейін келетін Фирғауындар көрсін. Сенен кейін келетін Аллаға дұшпан, яғни маған дұшпан болатын, пайғамбарларыма дұшпан, дінге дұшпан болатындар көрсін және үлгі алсын. Қалай болады екен бұлардың соңы? Сол үшін денеңді сақтап қоям дейді. Сенің денеңді сақтап қоям дейді. Сол үшін Алла Тағала 1.700.000 әскердің ішінен тек қана Фирғауын денесін алды, судың сыртына лақтырып тастайды ғой. Аналардың барлығы судың астына шіріп, жоқ, бітіп шығып кетеді. Ғалымдар зерттеп, қарап келіп табады соң денесін Фирғауын. Әлі күнге дейін денесі бар. Бір музейде тұр. YouTube-та, интернеттен тауып алсаңдар болады. Әлі күнге дейін бар денесі. Бетіп, сәждеде жатқан болып қалып кеткен екен. Себебі өлейін деп жатқан біліп, сәждеге жатқан ғой бетіп. Сәждеге құлаған. Ол көрді ғой, жаңағы сиқыршылардың жасағанын көрді. Ойлады ғой өзінше, құтылып кетем деп. Сөйтіп сәждеге жатқан уақытты жан шығып өліп кеткен кәпір болып. Әлі күнге дейін сөйтіп былай тұр. Бірақ бір кісі барып айтқан екен, соны көрейінші деп, жаңа Фирғауынды барып айтқан екен, былай деп: ей Фирғауын, сен қанша өзіңді құдаймын деп айтсаң да, 400 жыл өмір сүрсең де, ешқандай да бір басың ауырған жоқ, 40 күнде бір рет әжетханаға бардың, бір түйенің ботасын жеп қоятын сондай күшің болды, мықты болсаң да, ей бейшара кәпір болып өліпсің ғой, сенің ана құйрығың басыңнан жоғары қалып кетіпті ғой деп айтыпты да. Бүйтіп. Оныкі сәжде емес деп айтқан екен. Сенікі сәжде емес. Сенікі сәжде емес. Алла сондай қылған дәрежесін түсіріп тастаған Алла Тағала. Құйрығы басынан жоғары тұр да былай. Ешкім емессің сен деген сөз. Дато ол сондай денесін сақтаған Алла Тағала. Алла Құранда айтты, мен сен денеңді сақтайын деді. Қияметке дейін. Және сен көрсін, ойлансың, үлгі алсын, мұсылман болсын, құтылсын. Сондай қылып сақтаған, сіз мысалы барып көрсеңіз, немесе интернеттен қарасаңыз, фотолары бар. Төмен жағын, құйрық жағын таспен бітеп қойған. Неге таспен бітеп қойған? Ол сөзде ұят жоқ, енді кешіріп қоясыздар. Мүшесіне дейін сақтап қойған ғой Фирғауынның. Төмен жақ мүшесі бар. Соның қылына дейін сақталған. Сол бұлар ұялып, ашық қалмасын таспен бітеп қойған да. Кесіп алып тастай алмайды. Таспен бітеп қойыпты ғой. Келген адамды көргенде ұят болмасын. Дато сондай қылып сақталған. Әлі күнге дейін тұр. Сөйтіп Фирғауын кетті, өлді, иманы қабыл болған жоқ. Себебі пайғамбар саллаллаху алейхи хадисінде айтады: "Тамутуна кама таишун, ва тубаасуна кама тамутун, ва тухшаруна кама тубаасун." Қандай адам болып өмір сүрсең, солай өлесің. Мұсылман болып өмір сүрдің ба, Алланың қыл дегенін қылып, қылма дегеннен қашып, мұсылман болдың ба, ұзын сөздің қысқасы, Алла саған нәсіп етеді, соңғы демің ла иляха иллаллах Мұхаммаdur Расулуллах болып шығуын Алла нәсіп қылады. Қалай өмір сүрсең, солай өлесің. Кәпір болып өмір сүрдің ба, Аллаға қарсы шықтың ба, Фирғауын болдың ба, Фирғауыннан да жаман болдың ба, соңғы демді Алла саған нәсіп етпейді. Егер тәубе етіп басқаша болсың, басқа әңгіме, тәубе қылатын болсың. Ал бұл тәубе еткен жоқ қой, өлетінін көріп тұрып, қорқып иман қылды. Ол иман, оны біздің білетін иман емес, бұл Фирғауни иман деп айтады екен. Бұндай иманды Фирғауни иман деп айтады. Яғни қорыққаннан иман қылатындар бар ғой жаңағы. Фирғауни иман дейді. Фирғауни иманы ма деп қояды жаңағы. Ол қорықты, иман қылып та қабыл болған жоқ. Шын ықыласпен иман қылу керек та сол үшін. Шынайы түрде иман қылу керек.
сеніп тұрып иман қылу керек. Ал қалай өлген болсаңдар, солай тірілесіңдер. Мұсылман болып өлдің ба, мұсылман болған күйде қабірінен тіріліп шығасың. Кәпір болып өлдің ба, кәпір болған күйде қабірінен тіріліп шығасың. Және ал қалай тірілген болсаң, қалай шыққан болсаң, сондай адамдармен жиналатын боласың дейді. Мұсылман болып тірілдің ба, мұсылмандармен пайғамбардың көк жолауының астында жиналатын болады екенбіз, иншалла. Сыддықтармен, шахидтермен, шухадалармен, ғалым ғұламалармен Алла нәсіп етсін. Амин, амин. Ал кәпір болып өлді ме бір адам, фирғауындармен, жаңағы залым, зұлым қылғандармен тұрады екен. Алла сақтасын. Алла қабыл қылсын, құрметті жамағат. Бүгінгі сабағымыз осылай бітті. Иншалла келесі сабағымыз жұма күні. Сол кезде жалғастырып айтатын боламыз. Алла қабыл қылсын. Субханака Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта астағфирука ва атубу илейк. Вальхамдулиллахи раббил аламин. Аллах. Қабыл қылсын.